Бүгін біз инвазивный устройство жазып үйренеміз. Пациентті бізде жатыр. Сол пациентті мысалға таңдаймыз. Таңдағаннан кейін бізде 16 жаңа нелер шығады информация. Осы мониторинг инвазивный устройство деген 14-ші болып тұр. 14-шінен қараңызды ИВЛ, мочевой катетер, бұл бәрі созывать етіліп тұр пациент жатқаннан кейін. Енді оң жақ мышканы басып, добавить дегенді басамыз. Осы добавить етіліп басқаннан кейін бізге өзімізге керек устройстволар шығады. Мынау екінші неден бедренный катетер, диализный, периферический, трахеостома, центральный венозный катетер деген сияқты осындай инвазивный устройстволар шығады. Осы устройстволарға ең біріншіден таңдаймыз қайсысы керек. Левый катетер, венозный, левый рука қоямыз. По назначению врача деп жазсақ та болады. Жазғаннан кейін уақытын жазуымыз керек. Одан кейін барып сохранить басқаннан кейін оң жақ мышканы барып басамыз. Бірінші сохраняем, потом барып басамыз. Потом тоже тағы шығады. Басқаннан кейін осылай тағы сохранить етеміз. Одан кейін осы листті толтырамыз. Размер қандай бізде? Бізде размер G20 болып тұрады. Көбінесе қоятын стандарттық размерлер осы бізде. Артерия болсын, не болсын, бәріне осылар қойылады. Одан кейін қай қол, мысалы біз левый бастады, ол левый болып шыға береді. Функционирует, да. Воспаление нет. Кожасы қандай екен тексереміз. Флебит дейді, признак жоқ деп жазамыз тоже. Кожа основной без особенностей деп тоже жазамыз біз. После процедуры с целью профилактики закупорки делается гепарин, да, деп. Каждый раз гепаринмен промыть етіп отыру керек. Взять пак посева болды ма жоқ. Взять фрагменты нет. Егер пак посев алынатын болса, я деп жазылады. Фрагмент қай жері деп жазуға болады тоже фрагменттерге. Нет па нет. Все осылай создавать етіледі.